Құрметті Шығыс Қазақстан тұрғындары, коронавирус пандемиясы тек біздің өмірімізді ғана емес, бүкіл әлемді өзгерткенін көріп отырмыз. Қазір елімізде бірқатар шектеулер енгізілді. Кейбіріңіз жоспардан тыс демалысқа кеттіңіз, балалар мектепке бармайды, күн сайын отбасыңызбен, достарыңызбен баратын сүйікті орындарыңыз жабылды. Бұл шаралар сіздің, туыстарыңыздың, жақындарыңыздың игілігі үшін. Біз тек бірге қатаң тәртіпті сақтай отырып, бұл қиындыққа төтеп береміз, жеңеміз. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел кәсіпкерлерін коронавирус инфекциясының таралуына қарсы әрекет етуге шақырды. Қымбатты жерлестер, тұңғыш президент үндеуіне сәйкес біз бүгіннен бастап өңірдің 470 мың азаматын төтенше жағдай кезінде бірнеше мәрте қолдануға болатын маскалармен тегін қамтамасыз етеміз. Бұл санатқа сіздердің пікір, ұсыныстарыңыз саралап, бұл облыстың барлық зейнеткерлері мен көп балалы отбасыларын қостық. Тізімде соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар, жетім балалар қалады. Сонымен қатар біз тауар сапасын жақсарту бағытында жұмыс істейміз. Сөзсіз біз осы мәселені шешеміз.